Мен Баткен обласының Баткен районынан Ақсай айыл өкіметінің Көкташ айылыдан болам. Азырғы күнде бізге детсат да керек емес, мектеп да керек емес, үй да керек емес, мал да керек емес, жан да керек емес. Бала шақауыздың ғана емесін ойлап қалғанбыз. Анткені 2-3 сағаттың ішінде бардығы күйіп кеткен. Кейбір жарандарымыз бір сыйра киімменен қалған. Азыр бізге тыныштық керек. Білемін. Садыр Нұрғожаевич баш болып, бардығы ең негізгі мақсатта шекараны қойған. Бірақ нашар кетіп атады. Ушул ишти жақшы жолға қойбаса, Баткенді халық қиын болып қалады. Азырғы күнде, бұл цифраны мен айтпайлы қойайын, керегі жоқ, үйлерін таштап, ош, чүй, Россияға кеткендер болып атады. Бірақ бұл аз. Анткені біз ешқашан өзіміздің жерімізді таштап кетпейміз. Садыр Нұрғожаевич, азыр бұл сіздің қолыңыздағы еш, қолыңыздан келет, шекараға жақын тұрған тұрғындарға құрал жарақ беруді тездетіш керек. Бірде рұқсат қағаздарын. Мана мен өзім ала албай жүремін. Анткені мен үйімді қорғашым керекмін. Мына бір мисалды айтып кетейін. Кешегі тополоңда, андан былтырғы тополоңда Көкташ айылыны елдер сақтап қалды, жокерлерге жардам беріп, охотниктер, мергеншілер, местный тұрғындар. Бірақ бардығызда құралымыз жоқ. Егер де құралымыз болса, ошол жердегілер, біз бір де тажикті кіргізбейміз. Bir дағы. Мына кешегі тополоңда Көкташ айылыға киралған жоқтар, 2-3 үйді қараң күйгізішті. Аны да алыстан атқылап жатып. Самарқандек айылыға кірді. Аны мергеншілер қорғап қалды. Біздің айылды баяғы өзіміздің аскерлерге жардам беріп, өзіміздің тұрғындар. Bir de tacikti kіргізбей сақтап қалды. Егер де мылтығы біз балдар жардам бербегенде жокерлерді де қиратып салмақ. Ошон үшін Садыр Нұрғожаевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажиктарда кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Объезд жолу менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгер де өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени жолго койсо, биздин балдар чегараны коргоп турбайт беле. Дагы бир маселе. Оюңузду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Ой, 1 мүнөт суранайынчы, 1 мүнөт. Чегараны тездетип туруп зым тор тосса, тажик эмес мушук да кире албайт. Мал уурулук бизде 9-10 жылдан бери токтобойт. Изи барат, Тажикстанга кирип кеткен, милициялар барып токтоп калат ошол жерде. Мал уурулук токтолот. Анан ең акырында жана менден мурдагы Баткенден чыккан делегаттар айтып кетти. Жалпы Кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери жардам берип турасыздар. Мисалы үчүн Кадамжайга кире баштаганда уже бардыгы турат. Биздин эл качканда үй бар, жай бар, тамак аш бар деп. Рахмат бардыгыңыздарга. Кадамжайдан баштап Ош, Жалалабад, Чүй,
Даже narından var ekeni. Rahmat bardığınızda ben razımın. Eldin atından razıçılık bildirem. Akırında emkişle maqtap koyup birlikte gelgenden beri biz korkpay kaldık. Tacikler menen kadimkide askerlerimiz atışıp atadı. Rahmat. Var olunuz, rahmat sizden. Hemen.